Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шиеден компот жабатын боламыз. Компотты әркім әрқалай жабады. Мен де өз оңай компот жабу әдісіммен бөлісейін деп шештім. Бір жапқаннан ешқандай да атылмайды және өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецепт бойынша жауып көріңіздер. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, тазартып аламыз. Менде 3 литрлік банкалар. Сонан соң шиелерімізді де көріп тұрғандарыңыздай жақсылап салқын суда 3-4 рет жуып, тазартып аламыз. Шіріктері болса міндетті түрде алып тастаймыз. Кейін жақсылап жуып, тазартылған банкаларымызды қайнап тұрған ыстық суда стерилизовать етіп аламыз. Үлкен ыдысымызға бірден суымызды қайнатып аламыз. Менде қайнап тұр. Енді стерилизовать етілген банкаларымызға шамамен 400-500 граммдай шиелерімізді салып шығамыз. Шиелерімізді салып алдық, енді қант салатын боламыз. Қантты бір банкаға осы бокалды толтырып, бір бокал саламын, шамамен 280 грамм. Менде банка 3 литрлік банкалар. Қантымызды салып алғаннан кейін жаңа қатты отта қайнап тұрған суымызды құйып, бірден банкаларымызды жаба берсек болады. Мен дәл осы әдіспен бірнеше жылдан бері жабамын, ешқандай да компоттарым ашылып кетпейді. Сондықтан да еш қорықпай жаба берсеңіздер болады. Және осы әдіспен компоттарыңызды оңай әрі тез жабатын боласыздар. Қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып алған соң, қақпақтарында міндетті түрде қайнап тұрған ыстық суды құйып, бір қайнатып алып жабатын боламыз. Енді банкаларымызды жауып шығамыз. Мен осындай видеода көрсетілгендей закривашкамен жауып шығамын. Міндетті түрде қақпақтың банкының аузына жақсылап кигізілген бақылайтын боламыз. Банкыны жауып болған соң міндетті түрде қақпағын тексереміз. Егер жабылған жері теп-тегіс болып тұрса, ол жақсы жабылды деген сөз. Банкаларымыздың қақпағы жақсы жабылғанына көз жеткізгеннен кейін міндетті түрде түбіндегі қанттарын видеодағы көрсетілген тәсілмен ертіп аламыз. Мен компотты осылай өте оңай жолмен жабамын. Кейбіреулер қант салмай тұрып ыстық суды құйып, 15-20 минут қойып, ол суды қайта кастрөлге құйып, бір қайнатып, сонан соң жабады. Егер өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар, сол әдіспен жапсаңыздар да болады. Тағы да айта кетейін, мен бұл әдісті бірнеше жылдан бері пайдаланамын, ешқандай да атылып кетпейді. Банкаларымыздың қақпағын жақсылап жауып алғаннан кейін дәл видеода көрсетілгендей етіп төңкеріп банкаларымызды қойып аламыз. Кейін үстінен жылы плед көрпелерімізді жауып бір тәулікке қалдырып қоямыз. Осымен біздің өте оңай жолмен жабылатын компоттарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдем болып шықты. Сіздерге де дәл осы әдіспен жауып көруге кеңес беремін. Егер де видео сізге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Фариза. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.